Тойымды әрі пайдалы түскі ас немесе кешкі ас жасаймыз. Ең алдымен қазанға май құямыз, қыздырамыз. Үстіне туралған етті саламыз. Менде қойдың еті көріп тұрғандарыңыздай майлы жерлерде бар. Орташа отта 3 минуттай қуырып аламыз. Үстіне сарымсақ саламыз. Бетін жауып 5 минуттай баяу отта бұқтырып аламыз. Еттің шырыны шығып тартыла бастағанда пияз саламыз, араластырамыз. Бетін жауып 2 минут тағы да қуырамыз. Майдалап 4 бұрышты етіп туралған сәбізді саламыз, кориандр, қара бұрыш, қызыл бұрыш салып тағы да араластырамыз. Бетін жауып 10-15 минут бұқтырып аламыз. Сосын алдын ала қайнатылған нутты саламыз, араластырамыз. Үстіне 1 кесе қайнап тұрған ыстық су құямыз. Нуттың жасалу жолын видеоның астында описаниеде көрсететін боламын. Негізі барлық ингредиенттердің нақты грамм мөлшерін описаниеде жазып қоямын. Толық оқып шықсаңыздар болады. Қазанның бетін жауып 40-50 минут бұқтырамыз. Пісу барысы етке байланысты. Менің қолданған етім қойдың еті болғандықтан тез пісті, 40 минут уақыт кетті. Кейбір еттерде 1 сағат уақыт кетеді, осыны ескергенде жөн. Гарнир ретінде картоп пюресін ұсынуға болады. Дайын болды, дәмді болып шықты. Ең бастысы қолдағы бар заттардан жасалады. Менің рецепттерімді қолданып, жақындарыңызға ұсынып жүргендеріңізге алғысымды білдіремін.